Біздер бүгін өте дәмді шұжық жасайтын боламыз. Немесе бұны әсіп деп те айтады. Әр жерде әртүрлі атайды. Алдымен бізге керек заттар дайындап аламыз. Тазартып ашылған сәбіз, сарымсақ, жуылған күрішіміз бар. Және азғантай су керек болады. Және осы малдың ішкі құрылыстары, яғни өкпе, бауыр, жүрек, бөтеке болады, немесе қалауыңызша ет қосуыңызға да болады. Және іш май араластырамыз. Және осы шұжықты салуға сиырдың ащы шегі немесе қойдың ащы шегінен де жасауға болады. Осы арнайы трубаның көмегімен шекке салатын боламыз. Және біз шұжықтың жанын байлайтын жібімізді де алдын ала дайындап аламыз. Барлық ингредиенттерімізді жуып аламыз. Сосын ет тарқыштан барлығын өткіземіз. Видеода байқасаңыздар, мен бөтеке, бауыр, жүректің арасына іш майды араластырып отырып тарттым. Яғни кезектестіріп саласыздар. Сәбізді де, сарымсақты да бәрін бір-бірден араластырып тартамыз. Ол қоспамыздың араласып шығуына да үлкен септігін тигізеді. Осылай барлығын тартып алып, қалауыңызша тұз, бұрыш, паприка деген дәмдеуіштеріңізді қосуыңызға болады. Жуылған күрішіміз саламыз. Мен өзім күрішінің мол болғанын жақсы көремін. Себебі балалар жақсы көреді күріші мол болған. Қара бұрыш саламыз. Міндетті түрде мен суға пісіретін болғандықтан қара бұрышты да молдау салдым. Және паприка салдық. Кориандр салдым. Өз қалауыңызша дәмін қарап отырып салсаңыз болады. Және бізге шекке салуға өте оңай болу үшін және күріші жақсы пісу үшін міндетті түрде қоспамызға су қосамыз. Қоспа сұйықтау болуы керек. Әбден барлығын араластырып аламыз. Енді бір құпияны айтайын. Манный кашаны кәдімгі 2 немесе 3 қасық қоспаңыздың көлеміне байланысты аздап қосамыз. Бұл піскеннен кейін турағанда шұжығымыздың бытырамай бірігіп пісуіне көп септігін тигізеді. Қоспамыз дайын. Енді қазір шекке орналастыру кезінде қолымыз лас болатындықтан осылай мен алдын ала жіптерді кесіп барлығын дайындап алдым. Байлауға оңай болу үшін. Жуылған әбден ішін тазалап жуылған шегімізге арнайы осы шұжық жасайтын немесе сосиски жасайтын менің ет тартқышымның арнайы осындай трубасы болды ішінде. Соны шекке кигізіп, жайлап видеодағыдай құя береміз. Қоспамыз сұйық болғандықтан ол өзі шекке қарай ағып кете береді. Қолмен жайлап жөндеп, айналып кеткен шегімізді түзетіп тұрсақ, ол ары қарай өзі қоспамыз шекке аға береді. Бұл жерде сіздерде арнайы цилиндр болмаса, қарапайым баклажканың аузын кесіп арқылы қолдансаңыздар да болады. Егер қоспаңыз қатты қою болып тұрса, тағы да су қосуға болады. Судан қатты қорпаңыздар, ол күріштің пісуіне де жақсы болады. Міне мен барлық қоспамды осылай құйып алдым шекке. Енді шетінен бастап байлап аламыз бір жақ шетін. Мен бөлмей барлығын бір шекке қоспамды құйып алдым. Салып енді осы тұрған жерінен кез келген көлемге келтіріп алып
жіппен байлай беремін. Өзіме ыңғайлы қылып шұжықтарды бөлшектерге бөліп видеодағыдай өзім керек жерінен жіппен байлап ортасын кесе беремін. Екі жағын байлап алып, содан кейін барып ортасын кесіп жіберсеңіздер болады шұжықтың. Немесе бұжы деп те айтады, бір жерде әсіп деп те айтады. Бізде батыс өңірінде шұжық деп айтамыз. Бұл жерде жылқының немесе сиырдың, қойдың да ішкі құрылыстарын қолдана берсеңіздер болады. Міне бірнеше бөліктерге бөліп шығардым. Енді осының біреуін қайнап тұрған суға салып пісіріп көреміз. Қалғанын салфандарға бөлек салып морозкаға жібереміз. Әрқайсысын бөлек салған себебім алғанда пісіргенде де бір-бірден алып пісіруге оңай болу үшін. Суымызды газге қоямыз, астын қатты шығарамыз, қайнап кеткенше. Содан кейін шұжығымызды сала береміз. Мен аздап тұз қостым, себебі тұзы шығып кетпес үшін. Әбден қайнағаннан кейін судың астын жайлап басамыз. Қайнағаннан кейін астын азайтып, қақпағын жауып, бір қалыпты жай отта 1 сағат қайнатып аламыз. Қақпағын плотно жабамыз. Міне шұжығымыз пісті. Енді кесіп көреміз. Видеодағыдай көріп тұрғандағыңыздай ешқандай бытырамай, өте әдемі болып, қаншалықты жұқа кессеңіз де, ол бытырамай өте әдемі болып кесіледі. Ешқандай күріші де анық көп байқалмайды. Өте дәмді болып пісті. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Комментарияға жазыңыздар.